Қайырлы күн. Бүгін біз 2024 жылғы халықаралық мұғалімдерге арналған импакт олимпиадасының 7-ші есебін қарайтын боламыз. Бұл методикалық бөлім. Маған осы 2024 жылғы есептер өзіме қатты ұнады. Сол жылы екінші рет қатысқан болатынмын. Ең жоғарғы нәтижемді сол жылы көрсеттім. Комбинаторика қатысты есеп. Мен шығарғанды білемін, бірақ жауабын ұмытып қалдым. Бұл бізде методикалық бөлім, мына жерде жазылып тұр. Қателер іздеу, яғни бізде қатенің 3 түрі болады. Бірінші, есептің берілгені қате болуы мүмкін. Ондай да жағдай бар. Яғни есептің берілгені дұрыс емес, біз қате есеп шығарып жатырмық. Яғни бізде жауап шықпайды, өйткені есептің берілгені дұрыс емес. Екінші, оқушының шешімі дұрыс емес. Яғни оқушының шешімін көрсет бұл жақта, оқушының шешімі дұрыс емес. Үшінші, оқушының шешімі дұрыс, бірақ толық емес шешім. Ал бұл есепте не дейді? Онда 12 өлшемді торкөзді тіктөртбұрыш берілген, төбелері торкөз түйіндері болатын, қабырғасы 5-ке тең барлық шаршылардың санын табыңыз. Бұл есепте берілгенде қате жоқ, себебі мұндай шаршылар бар ғой бізде. Яғни осылай қабырғасы 5 болатын, мына жер былай, былай. Қабырғасы 5 болатын. Осындай торкөздер бар, оның санын таба аламыз, сондықтан бұл есепте ешқандай қате жоқ. Берілгенде. Оқушының шешімін көрейік. Қабырғасы 5 болатын барлық шаршыны сол жақ жоғарғы түйін анықтайды. Сол жақтан бастап санағанда 8-ші бағанда тұрған түйіндердің ешқайсысы сол жақ жоғарғы түйін болмайды. Сол жақтан бастап 8-ші бағанда тұрған түйіндер. Дәл сол сияқты жоғарыдан санағанда 6-шы жолда тұрған түйіндерінде сол жақ жоғарғы түйін болмайтын түсінікті. Демек, сол жақ жоғарғы түйін болатын нүктелер жиыны ол 5-7 өлшемді тіктөртбұрыш. Онда барлығы 35 шаршы болады. Енді біріншісін тексерейікші. Сол жақтан бастап санағандағы 8-ші бағанда тұрған түйіндердің ешқайсысы сол жақ жоғарғы түйін болмайды дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мынау сол жақ түйін неге болмайды? Болады. Мысалы, бізде деген мынандай шаршы бар ғой. Осылай қабырғасы 5, осылай қабырғасы 5, осылай қабырғасы 5, осылай қабырғасы 5. Оқушының бірінші қатесін таптық. Яғни есептің шешімінде оқушыда қате бар. Және жоғарыдан санағанда 6-шы орында 1, 2, 3, 4, 5, 6 мына жер алды. Бұл жерде болады. Неге? Өйткені мынандай 5-5 тіктөртбұрыш шаршы болады. Сол жақ жоғарғы 8-ші баған. Онда дұрыс жауабын шығарайық. Оқушыда қате бар, яғни. Мына нүкте сол жақ жоғарғы түйін болады. Осындай шаршы бар ғой. Бірақ мынау уже болмайды, байқасаңыздар. Себебі былай қарасақ, 4 ұзындығы 4 болып кетеді. Біз именно сол жақ жоғары, шаршының сол жақ жоғары төбесі қай жер болады деп қарап жатырмық. Мына жер болады, мына жер, мына жер, мына жер, мына жер. Мынау бола ма? Жоқ. Мынау болмайды, себебі былай бізде осы жерде сол жақ жоғары түйіні болса 1, 2, 3, 4 болып кетеді қабырғасы. Мына нүктелердің барлығы болады. Сонда бізде осындай сол жақ түйіні болатын жоғары нүктелер шықты. Былай 1, 2, 3, 4, 5, 6 нүкте бар. Былай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нүкте бар. 8-ге 6-ны көбейтсек 48 түрлі шаршы бар екен. Бірақ осы жерде мынандай қате болуы мүмкін. Оқушының шешімі қате, таптық. Все, есеп аяқталды. Жоқ. Біз дәлше оқушының шешімін қатесін көрсеттік қой. Дәлше толық дұрыс жауабын көрсетуіміз керек. Яғни оқушының шешімінде қандай қате бар, толық жауап
міне қараңыздар, біз 48 деп алдық, 48 екен көрсеттік, яғни 48 шаршы болады, бірақ тағы да 48-ден көп шаршы болады. Ол қалай? Оны қазір қараймыз. Яғни қараңыздар, шаршы былай орналасуы мүмкін, қабырғасы 5-5 болатындай, иә, мүмкін ғой. Сондай шаршы бар ма, тексеріп көрейік. Қараңыздар, осы жерде байқау керек зат, 5 деген былай қиысы орналасады ғой. Бұл 5-ті мысалы гипотенуза ретінде қарасақ, тіктөртбұрыштың гипотенуза 5 болатын үшбұрыштар бар ма? Әрине бар. Катеті 3 және 4 болатын. Мысалы, мына нүктені алсақ, не былай 4 қабырғасы, и былай 3. Мына шаршының мына жері 5 болады ұзындығы. Дәл солай былай 3, былай 4 алсақ, мына жер шаршының төбесі болады. Дәл солай былай 3, былай 4 алсақ, мына жер шаршының төбесі болады. И былай 4, былай 3 алсақ, бізде мынандай шаршы бар екен. Енді бұндай шаршының саны нешеу деген сұрақ. Так, ең шеткісі бізде 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мына жерде орналасады. Ең шеткісі. Дальше былай, мына жерде орналасады. Былай 4, былай 3, мына жерде орналасады. Және былай 3, былай 4, мына жерде орналасады. Мына бізде ең оң жақ төмендегі осындай шаршы. Яғни қабырғасы 5. Неге? Өйткені былай 4, былай 3 Пифагор, былай 4, былай 3 Пифагор теоремасы бойынша 5 екені көрінеді. Енді бұндай шаршылар нешеу? Мына жерде қарасақ, мысалы оң жақ, мына жерден қарайықшы. Мына нүкте, так, осы нүкте бізде ең жоғары нүкте болады және мынау болады. Сонда мына нүкте болады, мына нүкте, мына нүкте. Ары қарай мына нүкте, мына нүкте, мына нүкте. Осы нүктелердің, осылардың барлығы ортасындағыларды қосылғанда осындай шаршының төбесі болады. Неге мынау бола алмайды? Себебі шаршы былай шығып кетеді. Мынадан төмен болса, шаршы төмен түсіп кетеді. Оңға болса, оңға шығып кетеді. Мынадан жоғары бола алмайды. Соны аяқтан не бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 былай. 1, 2, 3, 4. 4 нүкте бар. 6-ға 4-ті көбейтсек 24, сонда 48 шаршы бар. Яғни осы кәдімгідей орналасқан. Яғни былай орналасқан. Және былай қиысы орналасқан бізде 24 шаршы бар. Барлығы 72 шаршы. Сонымен біз оқушының қатесін таптық. Оқушының қатесі мына жерде. 8-ші бағанда тұрған түйіндердің ешқайсысы сол жақ жоғары түйін бола алмайды дейді. Жоқ, болады. Қатесін көрсеттік, өзіміздің шешімді жаздық, және тағы да былай орналасуы мүмкін деп барлық шаршыны таптық. Так, 72 болды ма, тағы бар ма? Так, былай орналасатындарды қарады, так. Ал егер былай орналасса ше. Так. Жаңа біз мына нүктені алып. Жаңаны былай орналасса ше. Былай 3, былай 4. О. Так, былай. Басқа маркер цвет алу керек. Қара. Так, былай 4, былай 3. Былай 4, былай 3. Шында былай. Жаңағысы қалай орналасты, сонда көрсетіп жіберейін. Мынадан айырмашылығы, мына ол былай. Былай. Так, 3, 4, былай. И былай. И былай орналасты. Айырмашылықты көріп тұрсыздар ма? Яғни
мына жағы 4, мына жағы 3 болды ғой. Ана бізде наоборот. Былай 3, былай 4. Так, дәл жаңағыдай жасасақ, ең бізде соңғысы ол осы жерден 3 нүкте болса жоғары, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, былай жоғары орналасқан болып келеді. 3, 4 и 4, 3. Не осы? Мына ең жоғары, сол жақ жоғарда орналасатын, оң жақ жоғарда. Енді қай нүктелер төбесі болады? Осы нүктелер шетінде және осы нүктелер. Жаңадай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, тағы да 24. 48, 24, тағы 24, 72, 24 қоссақ, бізде 96 шығады. Болған сияқты, мына жердегі айырмашылық түсінікті ғой, мынау мен бұлай орналасқан екеуі екі түрлі. Мына екеуі шамалы өзгешелеу болады. Так, сонымен жауабы 96.